Енесі мен абысынын дуалаған келін. Әсерлі әңгімелер жинағынан. Авторы Гүлжайна Арман. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп, енем бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосып қалған кезде әлгі ортасындағы дөңгелек арасы шыр айналып, ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын таңып, қолын тіктіріп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келді. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмысты өмірімде жасап көрмегенмін. Беттей алмай жүргенімде бір күн тұрып, бұлжырап босаған қызанақтарға шыбын-шіркей үймелей бастайды. Оны көріп жиіркеніп мүлдем жолағым келмеді. Ол кезде ысырап, обал не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып, бөлмеме кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз ба, қалайсыз? Ұялмайсың ба, не жатыс мынау? Ана жақта қолын кесіп, үзіліп түсіп қалайын деп әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатысың мынау. Жаппай қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенді қайтсын, соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Жап-жас адам ғой, қимылдаған өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой. Ал сонда сен жемейсің ба? Айтып тұрған сөзін қарашы. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпаймын, қайтесің ал. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істегеніңнің ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйлама, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейінгінің бәрін баяндап, сенің сазайын тарттырам. Абысыным ашуланып шығып кетті. Не істерімді білмей. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақындап қалыпты. Қатты уайымға салынғандығы ма, әлде тамақ жей сала жатып қалғандығы ма, әйтеуір жүрегім айнып, құсқым келе бастады. Күйеуім әне-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап ете қалғанын білмеймін, өзімді күйеуіме жүктетіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Етектерім келетін уақытымда болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білемін, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай 2 бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қапты. 2 сауылатын сиыр бар, нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып, абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрымаса тамақ істесең қайтеді, өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Бір апта бұрын бала туған, қолын болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың-ау? Мына жалқаулығың сенің түбіңе жетіп тынады. Расымен ауырып тұрмын, сенбесең өзің біл. Сені сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін. Маған енемнің орнына ене болмай қойшы. Енем әлі тірі, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан, әйтпесе сендей келінді басқа ене үйінде бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңқылдап-сыңқылдап ішімді ұстадым да жата бердім. Не боп қалды? Білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жемедің бе? Аузыңнан қайтып шыққанша жедің бе? Жоқ, олай емес, ешқандай ес ұнамай жатыр. Құсқым келе береді. Жүрегім айнып бірдемелер жегім кеп тұр. Тоқташы, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, ішімде ауырып жатыр. Жаным, осы күнді көп күттім-ау, рахмет саған. Рахмет. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғаныма еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанағы ақшолымнан ешбір із қалмаған, жүзі қуанышқа толы енем мен абысыным жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған неге бірден
осылай айтпадың? Жағдайың қалай? Не жегің кеп тұр? Самса пісіріп берейін ба? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым аяғының астына көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бітпейді бәрібір. Емін-еркін жата бер. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып сыртқа шығып дәретханаға барсам етеккерім келіп тұр. Өтірік айтқанымды білдірмеу үшін не істерімді білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарын өзіме аударту үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішімді ұстап екі бүктеле жатып қалдым. Бәрі жүгіре жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп абысыным шошып кетті. Обай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім емес па? Неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсеңіздер, мен қалай емін-еркін жатамын? Саған біреу бірдеме деді ме? Абысын, білем, балаңыз түсіп қалды. Бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ма еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкте екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеме кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайныма айтып сазайын тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңді ауырған қайдан білейін? Келіндер, жетер енді, айналдырған екеуің біреуге сыймай не көрінді? Екеуіңді бірде-бір тірлік істемей қойыңдар, өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып, жедел жәрдем шақырыңдар, больницаға барып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар, қажеті жоқ. Одан мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан сылтау айттым.